Алаяқтардың құрсауынан ешкім де сақтанбаған. Бүгінгі сабағымда OLX платформасында қалай алаяқтарға алданып қалмаудың бірнеше жолдарымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар, сіздер үшін өте пайдалы ақпарат болады. Баршаңызға сәлем, бұл қазақша копирайтинг каналы, сіздермен бірге Нәзкен Әшірбай. Бүгінгі сабағымда OLX платформасында қалай алаяқтарға алданып қалмаудың бірнеше әдіс-тәсілдерін көрсететін боламын. Бірінші ереже: интернет дүкендерде төлем жүйесінің бірнеше түрін ұсынбаса, онда ол қызметтен бас тартқаныңыз дұрыс. Екінші ереже: тек тексерілген сайттарға ғана өзіңіздің төлем карталарыңызды енгізгеніңіз дұрыс. Үшінші ереже: банк счеттарыңызды және де кредитный карталарыңызды ешкімге бермегендеріңіз дұрыс. Төртінші ереже: продавецтің толық данныйларын барлығын біліп жазып алыңыз және продукция жайлы информацияны іздеңіз және продавецтің бұл аккаунтқа қай уақытта регистрация жасалған күнін жазып алыңыз. Сонымен қатар телефон арқылы сөйлесіп, заказды толыққанды қылыңыз. Бесінші ереже: продавецке алдын ала төлем жасамаңыз. Предоплата жасап төлем жасамаңыз. Тек қана ол кісімен заказыңызды қолыңызға ұстап, ішінен көріп алғаннан кейін ғана тауардың ақшасын толық төлеймін деп келісіңіз. Алтыншы ереже: алаяқтарға сіздің банк картаңыздың нөмірі және де жарамдылық мерзімі болса болды. Олар сол ақшаны ішінен иелік етіп ала алады. Сондықтан ешкімге картаңыздың суретін жібермеңіз. Қатты қажет болған жағдайда ғана 16 цифрын жіберсеңіз болады. Егер де сіз OLX-қа қандай да бір тауар салдыңыз, сізден ол кісі покупатель ретінде жазуы мүмкін. Сізге жазады: сәлеметсіз бе, сіздің тауарыңыз ұнады, бағасы определенный бір бағасын қойдыңыз, болмаса ол кісіден сіз тауар алғыңыз келіп тұр, ол тауардың бағасы қазіргі нарықтық бағадан өте төмен. Яғни сіз мошенниктердің тағы да бір айласы, ол мысалы телефон сататын болсаңыз, ол будың бағасы салыстырмалы түрде бағалар бар ғой, ал оның бағасы ол будық бағадан да өте төмен болып келеді, рыноктық бағадан низкий болып келеді. Сол жөнінен де салыстырмалы түрде салыстырып қарағандарыңыз дұрыс. Одан кейін ол сізге сілтеме жібереді. Ол сілтемен басқан кезде сіздің объявленияңыз тұруы мүмкін. Сол объявлениені басқан кезде оған міндетті түрде сообщение барады. Сіз ол сообщениені ашып көргеніңіз, сілтемені ашып көргеніңіз бойынша. Одан кейін ол кісі сізге толтыруға байланысты контактный информация сұрайды сізден. Яғни сіз ол бланкыны жібереді. Ол бланкыны сіз толтыру барысында қиындықтарға тап келесіз, өйткені оны толтыра алмай қиналасыз. Ол сізге оңай жолын көрсету үшін сіз маған банк карточкаңыздың алдыңғы және артқы бөлігін фотоға түсіріп жіберіңіз деп сізге жазу мүмкін. Сіз оған жазған кезде ол міндетті түрде CVC кодты алады. Одан кейін барып сізге айтады: мен сіздің тауарыңызды UTP почта арқылы жіберемін деп айтады. Неге? Өйткені ол UTP почтада официально паспорт бойынша тексерілмейді. Яғни кім отправитель и получатель кім бойынша. Сондықтан сіздер мысалы UTP почтадан жіберген кезде арнайы бақылап отыратын сервис бар. Сол бақылап отыратын сервисті өздеріңізге жүктеп аласыздар. Сол жүктеп алған бойынша тауарды олар бірден жібермейді. Бір күн, 2 күн кешіктіруі мүмкін. Сіз оған қайтадан хабарласасыз. Алдағы бастапқы уақытта сізбен кәдімгідей клиент ретінде сөйлесіп отырады. Бірінші, екінші күнде ол кісі айтады: осындай проблемалар болып қалды, еш уайымдамаңыз, барлығы дұрыс. Мен сізге тауарыңызды міндетті түрде жіберемін деп айтады. Яғни ертесіне сіздің тауарыңызды жібереді және де тауарыңыздың жіберілгені жөнінде сізге хабарлама және накладной номер жазып жібереді. Одан кейін сізге бірнеше уақытта, 2-3 күн болуы мүмкін, 1 апта болуы мүмкін, ол Қазпочтаға сіздің тауарыңыз келіп тұрғандығы жөнінде SMS келеді. Сіз сол Қазпочтаға барған кезде ол коробканы аласыз,
бірақ ол жердегі операторлар сіздің удостоверениеңізді тексермейді, тек қана накладной сұрайды. Яғни накладнойды алған кезде номерлер сәйкес келіп тұрса, ол сіз коробканы сізге береді. Яғни коробканы ашқан кезде сізде сюрприз, яғни оның ішінде банан, сникерс, конфет, шоколад деген болуы мүмкін, бірақ сіздің сатып алған тауарыңыз мүлдем оның ішінде жоқ болады. Яғни сіз ол тауарды алмай возврат жасасаңыз, сізден кейін шамалы уақыттан кейін тағы да бір адам келеді, яғни ол адам телеграмда отырған, яғни өздерінің сообществосында отырған, өздері создавать еткен группадағы адамдар. Яғни сол доставкаға кішкене олар тиын төлейді, сол доставкаға барып тауарды алған үшін. Яғни сіз ол возврат жасайсыз. Возврат жасағаннан кейін сізде шамалы уақыттан кейін ол кісі келеді, сіз сұраған накладнойды ол да береді. Яғни бұл жерде мошенничество бар деген сөз. Өйткені ол адам сол тауарды ол да тауарды сол сұрайды. Егер де сізден бұрын ол тағайындап қойған, сіздің қалаңызда тұрған адам, тағайындап қойған адам келіп сізден бұрын ол тауарды алып кететін болса, онда сіздің картаңыздан ақша алынады. Яғни сіз оны қайтара алмайсыз. Ал егер де сіз ол адамнан бұрын ерте барып, ол тауарды көріп, отказ беретін болсаңыз, картаңызға ол ақша қайтадан возврат болып түсетін болады. Алаяқтар сонымен қатар OLX платформасынан қарайтын болсаңыз, QR код бойынша ойластырған. Ол QR кодқа сіз ешқашан өзіңіздің QR-ыңызды қоймаңыз. Өйткені QR-ды қоятын болсаңыз, сканерлетін болсаңыз, ол сіздің данныйларыңыздың барлығын сол мезетте алуы мүмкін, яғни картаңыздан ақша шешіп алуы мүмкін. Ол QR-дың астында конкурсқа қатысып, OLX-ың приложенияларын ал деген сообщение астында тұрады. Оны қолданбаңыздар. Алаяқтардың қазіргі таңда көп қолданатын құралы бұл WhatsApp рассылка, яғни вирусный рассылкалар тарату. Мысал қарап отырсаңыздар, Қазмұнайгаз осындай жылдығына, 20 жылдығы толуына орай сыйлық таратып жатыр, Магнумда осындай сыйлық болып жатыр, жаңағыдай сіз сыйлық ұтып алдыңыз деген SMS-тер келуі мүмкін. Яғни банктың атын жамылып, болмаса үлкен корпорациялардың атын жамылу арқылы олар өтірік сайт құрастырып жасайды. Яғни сізге келген SMS пен ол сізге жіберілген SMS-тің ішіндегі сілтеме бір-біріне байланысты болғандықтан сіз ол жерге кіріп, өзіңіздің данныйларыңызды толтырған кезде сіздің картаңыздан ақша алынатын болады. Яғни банктен сізге SMS келсе, оның ішіне не жазылуы мүмкін? Мысалы, сіздің банк сіздің қызметіңізді қамтамасыз ету мақсатында обновление жүріп жатыр. Осыған байланысты осы сілтемеге кіріп, өзіңіздің картаңыздың данныйларын жазып қойыңыз деп сізге SMS келуі мүмкін. Сол кезде сіз оны ешқандай ойламайсыз, жаңағыда банк болғандықтан, яғни оны беймарал толтырып жіберуіңіз мүмкін. Сол кезде алаяқтар сіздің картаңыздан ақшаны алуы мүмкін. Осындай SMS-тер көптеп келеді. Егер де шынымен де сіздің банкіңізді қамтамасыз ететін болса, сізге бұндай SMS-тер ешқашан жібермейді. Олар тек қана сізге хабарласып, банк отделениесіне келуді өтінеді. Алаяқтардың тағы да бір айласы, ол сізге телефон арқылы хабарласады. Яғни телефон арқылы хабарласқан кезде сіздің осындай просроченный кредитіңіз бар деп айтуы мүмкін, бірақ сізде кредит жоқ. Одан кейін ол сотрудник сізге айтады, өзін осындаймын деп таныстырады. Одан кейін барып айтады, яғни сіз егер де кредит болмаса, сіз картаңыздың номерін маған айтыңызшы деп, мен базадан тексеріп көрем деп айтуы мүмкін. Яғни сіз оған 6-16 цифрыңызды, аты жөніңізді, картаңыздың артындағы 3 сан CVC кодты айтқан кезде, ол картаңыздан міндетті түрде ақшаны алып қояды. Сондықтан кім хабарласса да сіз өз данныйларыңызды ешкімге ешқашан бермеу керексіздер. Өйткені қазіргі таңда алаяқтар өте көп ақшаны картадан снимать етудің жолдарын тапқан, және де сізге SMS келуі мүмкін. Сіз сыйлық ұтып алдыңыз. Сыйлықты алу үшін сіз картаңыздың артында 3 кодты терсеңіз, соған ақша түседі деп.
біз сол ақшаны солай арқылы саламыз деп айту мүмкін, бірақ ол да жалған ақпарат. Сондықтан сіздерге қай жерден қандай SMS болмаса сілтеме келеді, ешқашан сілтемелерді ашып қарамаңыздар. Өйткені сол сілтемелерде сіз данныйларды теру барысында барлық ақшаларыңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін. Және де ескеретін жағдай, сізге банктың атынан SMS келеді, бірақ ол SMS келгенде тек қана от кого деп келуі мүмкін, бірақ олардың обратный связь дейді ғой, кері байланыс жасайтын телефон нөмірлері болмайды. Осыған мұқият мән бергендеріңіз дұрыс.